Здравствуйте, ребята! Подписывайтесь на мой канал. 47-й урок сказки Пушкина. Пушкиннің ертегілері. Ты научишься понимать основной смысл коротких текстов, использовать в речи предлоги с, у, в. Сен қысқа мәтіндердің мағынасын түсінуді үйренесің, және с, у, в предлогтарын сөйлесу кезінде қолдана аласың. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт и писатель. В детстве маленький Саша очень любил слушать сказки, которые ему рассказывала няня Арина Родионовна. Став поэтом, он написал разные чудесные сказки. Его сказки знают и любят люди из разных стран. По сказкам Пушкина созданы мультфильмы, кинофильмы, спектакли. Александр Сергеевич Пушкин орыстың ұлы ақыны және жазушысы. Бала күнінде Пушкин ертегі тыңдағанды жақсы көретін. Оған ертегіні өзінің күтушісі Арина Родионовна айтып беретін. Ол өскен кезде, ақын болған кезде түрлі ғажайып ертегілер жаза бастайды. Оның ертегілерін әр түрлі елдің адамдары сүйіп тыңдайды. Және Пушкиннің ертегілері бойынша мультфильмдер, кинофильмдер және қойылымдар түсіріле бастады. Кто рассказывал сказки маленькому Саше в детстве? Кішкентай Сашаға бала күнде кім ертегі айтып берді? Какие сказки Пушкина ты знаешь? На каком языке ты их слушал или читал? Пушкиннің қандай ертегілерін білесің? Және қай тілде тыңдадың немесе оқыдың? Отвечаем на вопросы. Сұрақтарға жауап береміз. Упражнение 2. Проведи мини-исследование. Екінші жаттығу. Кішігірім зерттеу жұмыстарын жүргіз. Прочитай строчки из разных сказок Пушкина. Пушкиннің ертегілерінен үзінді оқы. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Сказки о царе Салтане. Бұл үзінді Салтан патшаның ертегісінен. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песен заводит, налево сказки говорит. Сказка Руслан и Людмила. Руслан и Людмила ертегісі. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу. Старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одною тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. Третий раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой, не с простою рыбкой, золотую. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечем: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, что рыба говорила. По Александру Сергеевичу Пушкину. Задание второе. Выборочно прочитай предложение из текста. Что делает белка? Какой кот ходит по цепи? Что делает кот? Каким голосом попросила золотая рыбка старика и о чем? Мәтінен теріп оқы. Тиын не істеп жүр? Тиын белка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Тиын өлең айтып жүр, және жаңғақ шағып жүр. Какой кот ходит по цепи? Қандай мысық шынжырдың үстінде жүр? Және мысық не істеп жүр? Смотрим в текст, мәтінге қараймыз. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Оқымысты мысық түнде де күндіз де шынжырмен айналып жүр. Пойдет направо, песен заводит, налево сказки говорит. Оңға барса өлең айтады, солға барса ертегі айтады. Алтын балық қандай дауыспен не сұрады? Смотрим в текст.
Голосом молвит человечьим, адамның даусымен сұрайды. Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь. Ол адамның даусымен өзінің босатуды сұрады. Какие чудеса есть в сказках, расскажи о них. Ертегіде қандай ғажайыптар бар, сол туралы айтып бер. Запиши в тетрадь то чудо, которое тебе понравилось. Саған ұнаған ғажайыпты дәптеріңе жазып ал. Упражнение 3. Соедини слово и его лексическое значение. Сөзбен және оның мағынасымен байланыстыр. Землянка. Үй. Это жилище, вырытое в земле. Землянка бұл жерге қазылған үй. Невод. Невод – это сеть для ловли рыб. Невод деген бұл балық аулауға арналған ау. Откуп. Откуп – это плата за что-то. Откуп – төлем. Бір нәрсеге төлем жасау. Тина. Тина – это зеленые водоросли в воде. Тина дегеніміз ол судағы жасыл балдырлар. Упражнение 4. Допиши слово. Сөзді аяқта. Где жили старик со старухой? Кемпір мен шал қайда өмір сүрді? Жалғастырамыз, продолжаем. С чем пришел невод первый раз, во второй раз и в третий раз? Балық аулайтын ау немен келді? Бірінші рет немен келді? Екінші рет немен келді? Және үшінші рет немен келді? Посмотрите текст и запишите самостоятельно. Мәтінге қарап, өзіміз жазамыз. Как пишутся предлоги со словами? Предлогтар сөздермен қалай жазылады? Правильно, предлоги пишутся со словами раздельно. Бөлек жазылады. Урок окончен. До свидания.